Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Сейтмұрат Нұрай Бақытжанқызы. Мен Түркістан облысы Төле би ауданы Ленгер қаласындағы нөмірі 7 IT мектеп-лицейінің өзін-өзі тану пәні мұғалімі боламын. Әрине, білімнің теңізінде, мектептің кемесінде оқушылармен бірге қызықты күндерді өткізгенге не жетсін. Дегенмен, заман талабына қарай қашықтықтан оқытудан жақсы жақтары мен пайдасын көре білген жөн. Қашықтықтан оқытудағы өзін-өзі тану пәнінің мақсаты оқушыларға, яғни білім алушыларға өзгермелі жағдайда сапалы және де рухани білім беру. Жеке тұлғаны қалыптастыруда балаға рухани адамгершілікке баулу. Осы орайда мен өз сабақтарымда бөбек ұлттық ғылыми практикалық сауықтыру білім беру орталығы әзірлеген бейне сабақтарды қолданудамын. WhatsApp және де басқа да мессенджерлер арқылы YouTube'дағы өзін-өзі тану бейне сабағына сілтеме жасап, оны оқушыларға көруге міндетті түрде ұсыныс жасаймын. Соңынан өз бетінше оқып орындау үшін тапсырмалар беріп, күнделік кезет арқылы кері байланыс жасауды тез меңгеріп алдым. Өзін-өзі тану пәнінің басты қағидасы, яғни жалпы адамзаттық құндылықтар, олар ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, ең соңғысы қиянат жасамау арқылы балаларды ізгілікке тәрбиелеуіміз қажет. Болашақта баланың бойынан мықты азамат көру үшін қазірден еңбек етуіміз қажет. Өз сөзімді қорыта келе, қажет кезде баламен бала болсам, керек кезде балаға пана болсам, талап еңбек терең ой, қанағатшыл Абай ата айтқандай дара болсам деп өз сөзімді қорытындылағым келеді.